Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге пицца бәліш рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін 200 мл жылы сүт, 200 мл жылы суды мискамызға құямыз. Үстінен 125 мл сұйық майды құямыз. Артынан 2 жұмыртқаның ағын қосамыз. Одан әрі 2 ас қасықпен құмшекер және 1 ас қасық тұзын саламыз. Енді венчиктің көмегімен жақсылап барлығын араластырамыз. Одан әрі 6,5-7 стақан ұн қажет болады. Ең алдымен 1 стақан ұнымызды қосамыз да 1 пакет ашытқымызды қосып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алдық. Енді қалған ұнымызды қосамыз да қолымызбен илейміз. Достар, менің видеоларыма лайк басып, каналыма тіркеліп, және қоңырауша белгісін басуларыңызды сұраймын. Қамырымызды иледік. Осындай жұмсақ масса шығу керек. Енді үстін пищевая пленкамен орап 1 сағатқа қоямыз. Қамырымыз 1 сағатта көтерілді. Енді ақырын ауасын шығарамыз. Қамырымызды кішкене басып жібереміз. Артынан бөлшектерге бөлеміз. Енді бұл бөлшектердің барлығын домалатып шығамыз. Бұл домалақшалардың көлемін өзіңіз өз еркіңізбен балансировать етуіңізге болады. Үлкендігін де кішірек жасаңыз келсе, кішірек қылдырып жасасаңыз да болады. Мен 16 дана жасадым осылай. Сіз 24 немесе одан аз да жасай аласыз. Енді бұл қамырларымды осылай подносқа тізіп шықтым. Бетін жауып, 10-15 минуттай тағы көтерілгенін күтем. Енді қолыңызды кішірек стақан аласыз да, стақан асты майлап отырып, осылай қамырларды басып шығасыз.
Енді барлығының бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Енді бұл ойықтарды үйде қандай өнім бар, сонымен толтырсаңыз болады. Мен мысалы шұжық қолдандым, колбаса, осындай тілімдерге бөліп алдым. Әрмен қартай тілімделген болгар бұрышы, қызанақ және сырды осылай үстіне қоя салдым. Енді бұл пиццаларымызды алдын ала ысытылған 175 градус духовкада шамамен 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей, пицца бәліштеріміз дайын болды. Сіздерге ас болсын.